Саламатсыздар ма балалар, математика пәні 102-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өзіңді тексер. Бірінші есеп. Наурыз мерекелік концертіне әр сыныптан 3 оқушыдан 4 сыныптың оқушылары қатысты. Концертке неше оқушы қатысты? Әр сыныпта 3 оқушыдан 4-ші сыныптан неше оқушы қатысты? Шешуі. Енді біз қараңдар, 3 оқушыдан 4 сыныптың оқушылары десе, онда біз концертке неше оқушы қатысқан білу үшін 4-ке 3-ті көбейтеміз. Концертке 12 оқушы қатысты. 4 жердегі үшіміз 12 екене балалар. Екінші есеп, қазақша күреске келген балуандар 3 топқа бөлінді. Егер әр топта 4 балуаннан болса, онда күреске барлығы неше балуан келді? Енді шартын жазамыз, қараңдар. Әр топта 4 балуаннан. 3 топта неше балуан? Дұрыс айтасыңдар, 12. 3-ті 4-ке көбейтеміз. Жауабы күреске барлығы 12 балуан келді. Үшінші есеп, өрнектің мәнін тап. Алдымен жақшаның ішін орындаймыз. 80-нен 40-тың айырмасы 40, 70-тен 40-тың айырмасы 30, 90-нан 30-дың айырмасы 60, 20-60-тың қосындысы 80, 65-тен 17-нің айырмасы 48, 48-ге 29-дың қосындысы 77. Наурыз мерекесіне қатысу үшін әр қайсында 3 адамнан 8 топ қонақтар келді. Олар 4 адамнан киіз үйлерге жайғасты. Қонақтар неше киіз үйге жайғасты? Ал енді бізге белгілі келген адамдар саны келді. 3 адамнан 8 топ жайғасты 4 адамнан. Ал енді бізге киіз үйді табыңдар дейді. Енді қараңдар, барлық неше екенін білу үшін біз 3 адамнан 4 топ дейді. 8 топ дейді. Енді көбейтекші, 3-ке 8-дің көбейтінсі 24. Яғни 24 адам. Ал енді әр киіз үйге 4 адамнан жайғасса, онда біз 24-ті 4-ке бөлеміз. Яғни қонақтар 6 киіз үйге жайғасыпты. Бізде 5-ші есеп теңдеулер шеш. Жақшаның ішіне 96 азайтылған 37, азайтылған x тең 27. Енді 96-тан 37-дің айырмасы 59, 59 азайтылған x тең 27. Енді белгісіз сан x деп берілген екен, белгісіз сан табу үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 59-дан 27-дің айырмасы 32. Ал енді орнына белгісіз сан тапты, орнына қойып тексерейік. Жақшаның ішінде 96 азайтылған 37, азайтылған 32 тең 27. 27 тең 27. Ал бізде келесі нұсқасы y пен берілген екен, белгісіз сан y деп берілген екен, y қосылған жақшаның ішінде 62-ден 27-нің айырмасы тең 36. Ал y қосылған жақшаның ішінде 62-ден 27-нің айырмасы 35 тең 36. Енді белгісіз сан табу үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 36-тан 35-тің айырмасы 1. Енді белгісіз y-тің орнына қойып есеп шығарып көреміз. Y-тің орнына 1-ді қойып есеп теңдеуді тексеріп көреміз. 1 қосылған жақшаның ішінде 62 азайтылған 27 тең 36. Теңдеуіміз дұрыс, 36 тең 36. Ойсергек және санамақ. 2 балада 10 алмұрт болды. Біреуі 1 алмұрт, екіншісі 3 алмұрт жегенде олардың қалған алмұрттарының саны бірдей болды. Бастапқыда әр балада неше алмұрт болды? Ал енді сол 10 алмұрттан желінген 1 алмұрт және 2 алмұрт азайтамыз. Сонда бізде 6 алмұрт қалыпты. Ал енді әр балада қанша болған білу үшін осы 6-ны 2 балаға бөлеміз. Яғни 3 алмадан болыпты. Енді осы 3 алмаға бірінші жеген 1 алманы және 3 алманы қосамыз. Бірінші бала 1 алма жеді, екінші бала 3 алма жеді. 1-ге 3-тің қосындысы 4, 3-ге 3-тің қосындысы 6. Енді бастапқыда бірінші балада 4 алма болыпты, екінші балада 6 алма болыпты болар. Келесі. Бізге берілген цифрлар 1-ден 5-ке дейін екен, бір рет қана пайдаланады екенсіздер және мысал келтірдім дейді. Сонда бірінші және екінші қосылғыштары 2 таңбалы болсын дейді, ал үшінші қосылғышы 1 таңбалы болсын дейді. Ал балар біз 1-ден 5-ке дейінгі цифрлардың бірінші 12 және 45-те қосындысын алдық. 57 болады екен. 57-ге 3-ті қоссақ 60 болады. Себебі бізде үшінші сан бірлік болсын дейді. 1 таңбалы сан болсын дейді. Бос ұяшықтар толтыр дейді. Міне қараңдар.
мында 12, яғни 12 шығу керек. 5, 6, 5, 6, 11, 11-ге 1 тоқса 12. 5, 4, 9, 9-ға 3 тоқса 12. 6, 4, 10, 10-ға 2 тоқса 12. Яғни барлық ұяшықтарда 12 шығады екен. Келесі ұяшықта 17, мынада 19 болу керек. Енді 1, 2, 3, 17-тен 3 азайтсақ 14. Енді 14 шығу үшін 8, 6 деп алдық. Дәл осылай 2, 3, 5, 17-тен 5 12, 12 шығу үшін 5 және 7 деп алдық. 1, 3, 4, 17-тен 4 азайтсақ 13. Енді 13 шығу үшін біз 4 және 9 дедік. Яғни барлық ұяшықтарда 17 шықты. 17 шығатындай қостық. Келесі 19 шығу керек. 7, 2, 9, 10 шығу үшін 6, 4 деп алдық. 2, 5, 5, 19-нан 5-тің айырмасы 14. 14 шығу үшін 5, 9 деп алдық. 5, 7, 10, ар жақта 9 шығу үшін біз 8 және 1 деп осылайша бос ұяшықтарды толтырып шықтық. Айжан, Айнұр және Әлібек мәтінді мәнерлеп оқу байқауына қатысты. Егер төмендегі жауаптар қате болса, онда балалардың әрқайсысы қандай орын иеленгенін тауып көр дейді. Егер қате болса дейді, балалар қараңдаршы. Бірінші немесе үшінші орын алды дейді Айжан. Бірінші немесе үшінші орын алды. Қате болса, онда ол екінші орын болады. Айтылған пікірлер қате дейді, соны ескереміз. Әлібек бірінші орын алды дейді. Яғни бірінші орын қате болса, екінші орынды Айжан алып қойса, онда әлбетте үшінші орын. Ал енді 2 мен үшінші орын кетіп қалса, онда әлбетте Айнұрға бірінші орын қалады. Және де екінші орын алды дейді. Яғни бұл қате болса, бірінші орын Айнұрға қалады екен. Ал ендеше балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жібере алмас үшін арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.